Сәлем, менің атым Ақнұр. Бұл видеода мен өзімнің күнделікті күнім қалай өтетінін көрсетемін, яғни КБТУ студентінің күні қалай өтетінін білетін боласыңдар. Мен кітапханаға келдім. Менің кітапханаға келуімнің басты екі себебі бар. Мен лекция тыңдаған кезде өзімді ұстап концентрация сақтау үшін осы жақта лекциялар тыңдаймын. Көбінесе үйде болған кезде ұйықтап кетемін, кей жерлерін жіберіп аламын. Бұл менің лекцияда ұйықтап қалмау үшін лайфхагым десем болады. Бір себебі Wi-Fi. Бұл жақтың дәл осы 20-шы кітапхананың Wi-Fi өте жақсы жұмыс жасайды, басқаларға қарағанда. Сондықтан да мен көбінесе осы жаққа келемін. Тағы да бір себебі бар. Бұл төртінші себеп. Бұл жақта тыныштық, әдемі көрініс маған қатты ұнайды. Осы жақта отырсам, үйде отырғандай керемет сезім болады менде. Бүгін бізде универге баратын бірінші күн. Бізде енді сабақтардың шамасы офлайн болады. Қазір сағат 8:30, ал мен әлі ваннадамын. Сабақ 9-да басталады. Негізінен ақын жер, бірақтан да ерте баруға тырысу керек. Енді бірінші сабақ қой. So I'm ready. Ой, 20 минут қалды деп. Бізде бір сабақ болды, одан кейін ID карта үшін сыртқа түстік. Мен КБТУда, яғни Қазақ-Британ техникалық университетінде оқимын, бірінші курс. Бізде 31 тамызда сабақтар басталған болатын. Одан кейін 11 қазаннан бастап аралас форматқа көшеміз деді. Яғни лекциялар онлайн болады, ал қалған практика сабақтары офлайн болады. В общем, ішін аралап көрейін деп жатырмын. Қазір баруым керек. Абенеттердің қай жақта келдім? Примерно біліп алушым. Мен оқып жатқан универдің, яғни КБТУдың ғимараты мені таң қалдырды. КБТУды таңдауымның себептерінің бірі осы болатын. Бұл жақта оқып жатқанымызға нақты 1 ай болды, және де мен біраз үйреністім деп айтуға болады. Басында менде бір кабинетті табу үшін 1 сағат жұмсаған уақытым болды. Ол кезде әлі ешкіммен араласпайтын, жалғыз өзім жүретін кез болды. 1 сағат бойы жүрдім, ыстықтап кеттім, бірақ соңында таптым. Осындай жағдай болды. Ал келесі күні таңертең бірінші ұлттық кітапханаға бардым, және де бір жағынан Инстаграмға контент түсірдім. Осы кітапхана туралы обзор менің Инстаграмда бар. Мен енді ағылшынға баратырмын, универдің ағылшыны. Мен негізі үйге келмейтін сияқтымын ғой, себебі үлгермей қаламын да, және де осы күні менде көбінесе съемкада, яғни Инстаграмға контент түсіремін сондайда. Сол үшін 2 күн бойы, осы универге баратын 2 күн бойы үйге келмейтіндей қылып, тамақ алып кетіп, сөйтіп жүрем. Бос кабинетке келдім.
осындай вид көрінеді. Ешкім жоқ. Осындай тіптен негізі бұл өте кішкентайы. Бұдан да үлкен кабинеттер бар. Розетка деген қандай күшті көп. Бізге айтты, бос кабинеттер бар, соларға барсаңдар болады деп. Мен солардың біреуіндемін. Қазір үй жұмыстарын жасаймын. Бізде бүгін өте қиын күн болайын деп тұр. Қазір сағат 12-ден басталады сабақтар, одан кейін 1 сағат немесе 2 сағат окошкам бар, одан кейін өте қиын сабақты өтеміз бірнеше сағаттар бойы. КБТУ студентінің бір күні сендерге қызық болды деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше арнама жазып қой. Бұдан басқа менің инстаграмым бар. Мен ол жерде жиі реус видеолар салып отырамын. Сондықтан да сілтемеден өтіп менің инстаграмыма тіркел.